Ақмола облысы Бұланды ауданы Макинскі қаласының мектеп-лицейі қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Рахманова Гүлзахира Рахметовна. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шешендік өнер бойынша Төле би бабамыздың ердің бақты әйел шешендік әңгімесімен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сіздердің білетіндеріңіз көркем шығарманың идеясы, сіздің меңгеретіндеріңіз көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлерді анықтау. Олай болса оқушылар, назарымызды мына видеороликке қарап, түсініп, тыңдап алайық. 17 ғасырдың белгілі қайраткері, дала заңдарының негізін қалаушылардың бірі Төле би. Бала кезінен ақ оны ата-анасы қарапайым халықтың арасына жіберіп, ақын жырауларды тыңдап өсуіне жағдай жасаған. Жастайынан ол отауызды орақ тілді билерден тәлім алып, халық даналығы мен кемеңгерлігін бойына сіңіре білді. Төле би тек тамаша шешен және дипломат қана емес, адам жанын терең түсініп, ойын оқи білетін психолог болған. Дау-дамайды шешу үшін әрбір шағымданушы мен кінәлі адамның және куәгердің сөздеріне мән беріп, әділ шешім шығарып отырған. Төле бидің келінін өзі таңдағаны белгілі. Ең алдымен болашақ келіннің ақылдылығын бағалайды. Өйткені жігіттің даналығы нағашысынан деген емес пе? Ол Сиқым руынан шыққан кедей Алагөздің қызы Данагүлді таңдайды. Күндердің күнде Данагүл ақылы мен зеректігінің арқасында қарақшылардың қолына түскен қайын атасы Төле биді құтқарады. Бір күні Төле би бір ауылдан екінші ауылға бара жатқан кезде қарақшылардың қолына түседі. Төле биді танымаған қарақшылар жанын сақтап қалу үшін құн сұрайды. Құн төленгенмен қарақшылардың қолынан аман есен шықпайтынын түсінген би келіннің ақылына сене отырып айлаға басады. Менің атым Тосқауыл. Мен жақында ұлымды үйлендірмекші едім. Соған қалың малға 40 құнан, 20 атан және 8 ақбас атан дайындап қойдым. Сондай-ақ оң босағама көмген алтыным, сол босағамда күмісім бар. Менің атымды мініп, шапаным мен жүзігімді алып барыңдар. Дүниені жиғанда қайтемін. Жанымнан садаға, қалың малды берсін деп айтыңдар деп қарақшылардың бірін аттандырады. Қарақшылардың сөзін тыңдаған келіні бір бәленің болғанын бірден сезеді. Бөтен біреудің үстіндегі Төле бидің шапанын және Тосқауыл деген атпен сәлемін айтып жібергенін, ойда жоқ мал мен байлықтың нені меңзеп тұрғанын түсінген Данагүл атасының өміріне қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Сөйтіп, сәлемдемені былай анықтап береді. 40 құнан берсін дегені, қарулы 40 жігіт дегені, 20 атан берсін дегені, 20 палуан дегені, 8 ақбас атан берсін дегені, 8 ақсақал берсін дегені. Оң босағадағы алтыны менмін, сол босағадағы күмісі баласы. Атам мені артық көруші еді дейді. Айтылған мал-мүліктің барлығын жинап, қарақшыларға апарып беретін болып шешімге келеді. Қарақшылар қуанып, жайма шуақ аттана береді. Артынан Данагүл бастаған қаруланған топ береді. Оны байқамаған қарақшылар қолға түседі. Сөйтіп, Төле биді босатып алады. Төле би сонда қарақшыларға, біреуге біреу зорлық істесе, біреуге біреу қиянат жасаса, оған әділ жаза кесемін, әділ үкім айтамын. Жәбір шеккен жанға болысып, оны ажалдан, азаптан құтқаруға асығамын. Әлде де болса мен сендерге болсайын, тілімді алсаңдар өлтіртпеймін.
Сендер бұл кәсіпті қойыңдар. Тәубаға келіп менімен бірге жүріңдер. Қатының жоғына қатын, малың жоғына мал, үйің жоғына үй алып беремін. Халықпен бірге өмір сүріп, адал кәсіп істеңдер дейді. Бұған қарақшылардың басшысы: айналайын Ататай, істеген ісімізді айтсақ өзімізде жиркенеміз. Бірақ біздің әкеміз қарақшы, шешеміз залым болды дейсіз бе? 40 рудан құралған бейшарамыз. Біріміз әділсіз бидің үкімінен қаштық. Екіншіміз байдың зорлық зомбылығына төзе алмай елден кеттік. Өзіңіз секілді әділ биді бұрын соңды көрмегесін, жақсылыққа сенуден қалдық. Қатыгез өмірде елден безіп тасбауыр қарақшыға айналдық. Айтқаныңызға көндік, бір туысыңыздай болалық биеке дейді. Төле би 40-ында ауылын алып келеді. Біреу қой бақты, біреу түйе бақты, бәріне әйел алып берді. 40-да өсіп өнеді. Сөйтіп, Төле би ақылды келіннің арқасында аман қалып, 40 жігіттің тағдырын шешеді. Төле би жүздеген түйінді істерді қарап, әділ шешім шығарған. Ұшқыр ой, асқан шешендік өнерімен әділеттің ақ жолынан таймаған Төле би ұлы жүздің төбе биі атанды. Тек ұлы жүздің ғана емес, барша қазақтың қастерлі тұлғасына айналды. Оқушылар, видеороликті тамашалап болсақ, мына үзіндіге назар аударайық. Қарақылды қақжарған данышпан бабамыз Төле би отан отбасынан деген қағиданы негізге ала отырып, өзінің отбасындағы балаларына, немерелеріне қатты көңіл бөледі. Келінім ақылды болса, балам дана болады. Ердің бақыты әйел деген деп, келінді өзі таңдамақ болады. Осындай ой құшағында жүрген Төле биге Түрікпен елінен елші келеді. Сол елдің дауын шешіп, елге қайтып келе жатқанда, алдынан бір топ атты қыз келіншек көрінеді. Сол топтың ішінде Данагүл дейтін кедейдің қызы да бар еді. Әй апайлар, тоқтаңыздар, аттарыңыздың басын тартыңыздар. Жоғары жақтан бір қатар аттылар келе жатыр. Алдынан кесе көлденең өтіп кетпейік. Үлкендердің алдынан кесіп өту дұрыс болмайды. Олар ел қорғайдығын, жер қорғайдығын ерлер. Кім біліпті? Араларында ақылы асқан ақылды, данышпан қариялары бар шығар. Ашулы арынды батырлары бар шығар. Ер сыйлаған есікте қалмас деген. Әлақ бәріміз де бір-бір үйдің иесі боламыз. Шарапат жақсылығы тиер. Үлкен кісілердің батасын алып, алғысына бөленейік. Апалар, аттарыңыздың басын тартыңыздар, тосып тұралық. Атты ер кісілер алдымыздан кесіп өтсін. Содан соң жүрсек те ауылымызға жетерміз, деді Данагүл. Бұны байқап тұрған Төле би бабамыз бір жолдасын жұмсап жібереді. Анау балаларды шақырып келші дейді. Данагүл жақындай бергенде атынан түсіп, жаяулап: апалар, бәріңіз де аттан түсіңіздер. Жаяу барып сәлем берейік. Үлкен кісілерге атпен тасыраңдап жетіп барып сәлем бергенім ұят болар. Бұл кісілер еш уақытта да кездеспейтін кісілер. Жолымыз болар екен, деді. Данагүлдің осы тәрбиелілігі мен ақылдылығы Төле биге ұнайды. Сөйтіп Данагүлдің әкесінің үйі Алакөздің үйіне түсіп, Алакөзбен құда болысады. Құда болысып бір-бірімен келісім жасап отырғанда, аста алдарына келеді. Сонда қойдың басы алдына келгенде, Төле бабамыз Данагүлді жанына шақыртып алып, оған өз қолымен бастың етінен қасқалап беріп, былай дейді: қарағым Данагүл, келші, өз қолымнан ұсынайын. Құлақ бергенім екімнің бірі бол дегенім. Таңдай бергенім айттырмай біліп, құпия жұмбақ сырымды шешіп, өсетімді жұртқа жайып жүретін балам бол. Міне деп, құлақ пен таңдайды ұсынады. Осы уақыттан біраз уақыт өткен соң, Данагүл де сол елдің Төле би ауылына келіп, келін болады. Арада ай өтпей Данагүлді алып келгеннен соң, Төле би оған: балам, Данагүлім, өзімнің ұлым қандай болса сондай болып жүре бер. Атаға көрінбей қашып кетуді қой. Ол ескірген әдет. Мен болсам халық үшін жүрген адаммын. Көбінесе түзде жүремін. Үйдің, ауыл абанның бәрінің ақылшысы өзің бол. Шырағым, шаруаны да өзің басқар. Тізгін шылбырды қолыңа ал.
деп келінін баласындай көріп, титтей нәрсе болса да ақылдасып отыратын болды. Бір жақтан жолаушылап келсе, үлкен кісідей келініне көрген білгенін айтып, сұрақ қоя сынап, ауылдағы шаруаның жайын әңгімелетіп, үнсіз тыңдап отырады екен. Осылай Төле би сыртта алты алашқа билік айтса, қара домалақ келіні ауылдағы ағайын туғанға билік етті. Оқушылар, енді тапсырмаға көшейік. Сабақ мақсаты идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау болатын. Сондықтан ең бірінші шығарманың идеясын анықтап алуымыз керек. Мына тапсырманы орындайық. Мақсаты. Төле бидің мақсатын жазамыз. Идея. Шығарманың негізгі идеясын жазуымыз керек. Қолдағы мүмкіндіктер. Данагүлдің өзін жақсы қыз қылып көрсету мүмкіндігін, яғни тәрбиелігін жазамыз. Әрекеттер не істеу керек? Төле бидің Алакөздің үйінде Данагүлге құда түскісі келген әрекетін, құлақ, тіл бергендегі ойын жазуымыз керек. Уақыт кетті, жұмысымызды жалғастырайық. Оқушылар, тапсырманы орындаған болсақ, мына жұмыспен өз жұмысымызды салыстырып қарайық. Мақсаты. Төле бидің мақсаты отан отбасынан басталатын негізге ала отырып, ұрпақты жалғастыратын ақылды, тәрбиелі келін табу. Идеясы. Ердің бақытын кетіретін де әйел, ерге бақыт әперетін де әйел. Қолдағы мүмкіндіктер. Данагүлдің тәрбиелілігі, оның жолаушылардың алдын кесіп өтпеуі, және аттан түсіп жаяулап келіп сәлем беруі. Әрекеттер. Төле бидің Алакөздің үйінде Данагүлге құда түскісі келген әрекеті. Құлақ бергенім екімнің бірі бол. Таңдай бергенім айттырмай біліп, құпия жұмбақ сырымды шешіп, өсетімді жұртқа жайып жүретін балам бол. Ендеше оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Мына жерде берілген нақыл сөздер осы шешендік әңгімесінің ішіндегі кездесетін нақыл сөздер. Осы нақыл сөздерді оқи отырып, шығарма идеясына сай қатарды табуымыз керек. Бірінші, әйелі жақсы болмай, ер оңбайды. Ердің бақытын кетіретін де әйел, ерге бақыт әперетін де әйел. Екінші, қарын ашпай, тамақ тәтті болмайды. Жолаушы жүрмей, ер қадірлі болмайды. Үшінші, ғұмыр біреу, кезек екеу. Төртінші, жақсы әйелдің арқасында ердің елге даңқы кетеді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мынау бірінші тұрған әйелі жақсы болмай, ер оңбайды. Ердің бақытын кетіретін де әйел, ерге бақыт әперетін де әйел деген нақыл сөздері Төле бидің осы мәтіннің идеясын ашып тұр деп сендерді дұрыс жауап берді деп сенейік. Оқушылар, мына тапсырмаға мұқият болайық. Бұл тапсырма кейіпкерлер жүйесін анықтауға байланысты. Кейіпкер, образ, реалистік образ жасау тәсілдері деген терминдердің анықтамасын оқып, сәйкестендіруіміз керек. Алдымен анықтаманы оқып шығайық. Кейіпкер әдеби туындыда өзінің шығармадағы орны мен қызметіне қарай бас кейіпкер, қосалқы кейіпкер деп екіге бөлінеді. Образ, көркем образ шындықты танып білудегі әдебиет пен өнерге тән ерекше эстетикалық категория. Көркем шығармада сөзбен сомдалған кез келген құбылысты көбіне әдеби қаһарман бейнесін образ деп атайды. Реалистік образ әдебиеттегі адам бейнесінің ең сымбатты шынайы түрі. Мұның сымбаттылығы да, шынайылығы да шыншылдығында. Бұл кәдімгі өмірде болған, бар және бола беретін, бірақ қайталанбайтын әрқашан бұрын соңды белгісіз тың қырынан көрініп, ылғи жаңарып отыратын тип. Образ жасауда жазушы даралау мен жинақтаудың мол тәсілдерін қолданады. Мұндай жинақты бейнелер арқылы қаламгер өмірлік шындықтың мәнді мәселелерін қамтып, ондағы сан қилы құбылыстар мен жағдайларға өзінің әділ төрелігін айтады.
Уақыт кетті, біз сәйкестендіруіміз керек. Оқушылар, ендеше біз орындаған жұмысымызды мына жұмыспен салыстырып қарайық. Дұрыс айтасыңдар, сендердің жұмыстарыңдағы тапсырма осы түстермен байланысты болып тұрды. Сендердің дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Оқушылар, мына тапсырмаға назар аударайық. Берілген үзіндіде образ жасауда даралау мен жинақтаудың қай тәсілі қолданылған? Шығарманың қай жолдары даралау мен жинақтауға дәлел бола алады? Үзіндіні тыңдайық. Оң босағамда көмген алтыным, сол босағамда күмісім бар еді. Өзімнен басқа адам білмеуші еді. Онда оң босағамдағы алтынымды тұтас берсін. Дүниені жинағанда қайтемін. Жанымнан садаға. Осы үзіндіден даралау мен жинақтаудың қайсына жататынын анықтауымыз керек, және қандай бейнеге жататынын табуымыз керек. Және ол кім? Уақыт басталды. Тапсырманы орындайық. Ал олай болса балалар, орындаған жұмысымызды мына орындалған жұмыспен салыстырып көрейік. Оң босағамда көмген алтыным. Онда оң босағамдағы алтынды тұтас берсін. Бұл даралау тәсіліне жатады. Бұндағы бейне алтыным деп отырғанымыз Данагүл. Бұл шыншылдық бейнеге жататын реалистік бейне екен. Оқушылар, сендердің дұрыс орындағандарыңа сенемін. Оқушылар, бүгінгі сабақта шешендік әңгімедегі идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Бұл мақсатқа біз сабақта жеттік деп ойлаймын. Ендеше сабақтың барысын еске түсіріп, келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Алған білімді қай жерде қолдануға болады? Берілген тақырып бойынша қандай қосымша ақпарат алғыңыз келеді? Бұл сабақта не үйрендім? Сұрақтарыңызға жауапты дәптерге жазып қоюға болады. Оқушылар, үйде, кез келген уақытта, бос уақытымызда Төле бидің ердің бақыты әйел шешендік әңгімесін түсініп, оқып алуды ұсынамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, оқушылар.